Баршаңызға сәлем. Бүгін мен кофеден дайындалатын өте дәмді, керемет шығатын печенье дайындайтын боламын. Ең алдымен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды немесе маргаринімізді ыдысқа саламыз. Сосын қантымызды салып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сосын жұмыртқамызды қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Сосын кофемізді құямыз. Кофеміз алдын ала дайындалып, суытылып тұруы қажет. 50 мл қайнап тұрған суымызға бір пакетик кофені салып араластырып дайындап аламыз. Егер пакетиктегі кофе болмаса, 2 шай қасық кез келген кофе түрін қолдансаңыздар да болады. Сосын крахмал саламыз. Кез келген крахмалды да қолдансаңыздар болады. Егер крахмал болмай жатса, оның орнына ұнды салсаңыздар да болады. Сосын какаомызды салып араластырамыз. Тестамызда кофе болғандықтан какао салу міндетті емес. Оның орнына ұн салып алмастыруға болады. Сосын ұнымызды аз-аздан сала отыра қамыр илейміз. Ұнмен бірге сода немесе қопсытқыш саламыз. Міне қамырымыз осылай жұмсақ, но қолға жабыспайтындай болып үйленуі қажет. Сосын аз-аздан ала отыра домалақтаймыз. Өз қалауларыңызша формасын үлкен немесе кішірек қылсаңыздар да болады. Домалақтап алғаннан кейін қантымызға салып малып аламыз да табамызға салып шығамыз. Видеодағыдай ортасына ақ әлде қара шоколад қолдансаңыздар да болады, немесе кез келген жаңғақ түрімен алмастырсаңыздар да болады. Ол өз қалауларыңызша. 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеміз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет шығады. Шаймен қайта-қайта іше бергіңіз келеді. Барлықтарыңызға ас болсын.